Аманат жаратушының құпия сыры. Пендесіне соңғы пайғамбар арқылы күллі адамзатқа жүктеген жауапкершілігі осы аманат еді. Бұл аманатты көтеру жер мен көктен, асқар таулардан да, өзінің аса бір әлсіз шарасыздығы мен дәрежесі ұлы Алланың құзырында халифалық дәрежеде тұрған адамның арқалауы әлбетте анық болатын. Құранда айтылғандай, көкте, жерде, алып тауларда бұл жүкті иығын артудан именіп, кері шегінген. Бірақ оны адам қабылдады. Себебі адамда мұндай жүкті алып жүретін қарым да, қабілет те бар. Сол сәттен бастап аманат адам баласының асыл мақсаты, оның өмірлік мәні болып бекіді. Әлімсақтағы ұлы уақиға осының дәлелі. Ол кезде барша рухтар жаратушының құзырында шарт жүгініп, құлды құрып тұрғанда, Алла тағала «Әләсту би роббикум, мен сендердің раббыларың емеспін бе?» деп сұрады. Сол мезетте күллі рух бір ауыздан «Әлбетте, сен біздің раббымызсың» деп ант етті. Бұл адамзаттың алғашқы серті, аманатқа адал болуға берген ұлы уәдесі еді. Кейінгі әрбір аманат сол серттің жаңғырығы. Оның мәні «Уа Раббымыз, біз сені бірден бір Құдай деп танып, саған ғана құлшылық қыламыз. Өмірдің атақ даңқын, мансап пен байлығын пұтқа айналдырып, адамдықты құрбан етпейміз» деген мағынаға саяды. Әлімсақ әлемінде берілген осы сертке берік болу аманатқа адалдықтың ең биік көрінісі. Адам баласының өмірдегі басты бағдары да сол сертті сақтау. Бұдан кейінгі ұлы аманат екі дүние сұлтанынан Алланың оған игілігі мен сәлемі болсын алған аманатымыз. Хақ Расулы өзіне жүктелген пайғамбарлық міндетін мінсіз орындап, қоштасу құтпасында үмбетіне қарап 3 мәрте «Мен сендерге аманатты жеткізе алдым ба?» деп сұрады. Жиналған жұрт «Ия, жеткіздің» деп куәлік етті. Сонда ол «Уа Алла тағалам, куә бол, куә бол, куә бол» деп күбірледі. Тарихта пайғамбарларды өлтірген қауымдар болған. Ғұламалар пайғамбарды өлтірудің тағы бір түрі бар екенін айтады. Ол пайғамбардың асыл мақсатын өлтіру. Бұл оны тікелей өлтіргеннен де ауыр. Бұл дегеніміз оның салып кеткен сара жолын жалғастырмау, қасиетті сүннетін тірілтпеу, жақсылыққа шақырып, жамандықтан тыю парызын ұмыт қалдыру. Ал пайғамбардың мақсатын жанды етіп ұстау, оның ілімін тірілту, аманатқа адалдықтың ең асыл өлшемі. Парасат падишасының сүннеті тірілген сайын, қоғамда жақсылықтың таразысы ауыр тартып, ізгілік үстемдік құрады. Жүректер нұрға толып, мейірім тасиды. Қоғамның қалыбы түзеледі. Аманат адамзат иығына мәңгілікке артылған ұлы жауапкершілік. Аманат жауапкершілігі әрбір адамның жүрек қақпасын қағып тұратын үн. Әрбір қоғамның болмысын өлшейтін таразы. Аманат жай ғана міндет емес. Ол адамды адам қылатын, қоғамды тірі ұстайтын рухани қазына.